Достар, бүгінгі бабалар сөзі Қадыр Мырзалиннің асау деген өлеңін айтып берейін. Мен үшін мотивация және де нейрожаттығу қабыл алыңыздар. Асау дейді. Қыл бұғаудың жылқыны қинайтыны расау, бұғалықта бұлқынып бебеу қағып тұрасау, жәудіреген нұр көзді жылтылдайды жас шығып, қарғып мінді бір кезде қайратына мас жігіт. Шапқа қамшы басқанда шыр айналды ат тұрып, артқы аяғын аспанға алма кезек лақтырып, қарығаны қамшының қоймас қанды тасытпай, қалды бір сәт шаншылып, омпы тұрған асықтай, жерді жара кісінеп, жебедей бір атылды, жау ұғатын түсінен жас жігітте батылды. Асау арда қызылған, ой шап келіп, екезуі қызылқан, тұла бойы ақ көбік. Келді басып ақырын, шықпаған тек жаны бар. Еркіндіктің қадірін ұққан шығар жануар дейді. Қалай тамаша суреттелген достар. Осы жылқыны біздің ата бабаларымыз бірінші қолға үйреткен дейді. Жылқының күшін, жылқының қасиетін білетін қазақ, жылқының қадір қасиетін әрқашанда бағалай білген. Жылқы мінезді қазақтарымыз көп болсын. Баршаңыз сәттілік. Сіздермен бірге біздің блогер